Келесі маған көп келетін сұрақтардың бірі, ол сіз осыншама жұмыс атқарасыз, и еще балаларға қалай көңіл бөлесіз деген сұрақтар көп келеді. Енді бұл орайда әрине балалар, әр бала ол үлкен бір проект қой негізі. Біздің қазір осы сіздерге жасап жүрген денсаулық саламыз, ол бір проектта. Каждый бала ол бір проектта. Енді альхамдулилля, Аллахтың қалауымен қазір 3 баланы тәрбиелеп жатырмыз. Балалардың тәрбиесіне енді көбірек көңіл бөлу керек. Мен бір идеальная мамамын деп айта алмаймын. Жағдай барынша өзімнің қолымнан келетін нәрселерді жасаймын. И балаларды біз көбінесе жан-жақты дамытуға әрекет етеміз. Балалардың қоғамдық істеріне көбінесе Дәулет мырза атсалысады. Өзі айтып кетсе, өйткені менде көбінесе уақыт жоқ. Съемка проектілеріме жүрген кезде көбінесе Дәулет мырза қоғамдық іс-шараларына қатты атсалысады деп айтуға болады. Жалпы әрине бір адам айтып отырмыз, көп нәрсеге кірмейді. Съемкаға неге тақалған кезде, балаларды балабақшаға апару, мектебіне апару, және де алып келу, мен өзім міндетіме алғам. Енді бала тәрбиесіне келетін болсақ, қазақта өте жақсы сөз бар. Баланы тәрбиелеме дейді, өзің тәрбиеле дейді. Сондықтан біз қазір өзімізді тәрбиелеу үстіндеміз. Бала көрген істейді.